Қала орталығынан жер үй болса ғой деп армандай дейтіндерге қала орталығынан жер үй дейін деп қойдым ғой. Мына қарасай, мына жағымыз қараңыздар. Мына жер автовокзал, мына Бөкейханның бойы дәл. Міне қараңыздар. Үйді қарасай, орталық қой почти что. Гаражымен келесің, деп былайынан кіресің. Мына үйіміздің қазір аула бетіне кіріп көрсету керек енді. Тамаша жерде тұр былайша достар. Мынау енді үйіміздің ауласы достар. Есігін алды осындай навес, жәшкі құйылған толығымен оң жағымызда қараңыздаршы. Талдар деген топ тұр ғой, топ тұр. Міне жағымызда сарай-парай, анау-мынау өзіңіз асықпай келіп көре жатарсыздар. Аула беттегі үйіміздің көрінісі былай. Навес бар еще тағы. Ар жақта качели-мачели, жүзім и кеттік үйге кіреміз. Үйдің іші бірден көрініп тұр, ремонт жасалған қабырғасынан, есігінен дегенде холда жүрміз қазір. Планировка түсініктірік болу үшін басынан бастайық. Мына жақ бөлігімізде міне кіреберіс аймағымыз, кафельденген бұл жақтар. Котельный, мына бізде жуыну аймағы, туалетпен бірге коридор, киімді мына жерге орналастырамыз. Тора бөлікте бізде ас бөлмесі, ас ішетін аймақ, және қайттан холға ораламыз. Осы холдан оңға қарай бірнеше залды көріп жүрейік. 2 люстра, 3 терезесі бар, яғни кең зал бізде. Әрі қарай 3 жатын бөлме кетеді. Біреу, екеу, және үшінші кең жатын бөлме. Достар, қала орталығынан тамаша жер үй.